Ал кеш жарық, құрметті біздің Zoom желісіне кіріп отырған қонақтар менен серіктестерге бүгінгі Рамазан айының бас жағы бірінші күні құтты болсын деп айтам. Барша мұсылмандарға, ауыз бекіткендерге ораза қабыл болсын деп айтам. Ал бүгінгі Zoom кездесуде ақпарат беруші спикер менмін, Досманбетова Ләззат, осы компанияның серіктесімін. Жасым 55-те, Шымкент қаласының тұрғынымын. Менің мамандығым дефектолог логопед және де емдік және балалар медициналық диетологияның маманымын. Ал бүгінгі әңгімеміз бүгін екі керемет ақпарат берейін деп отырмын. Яғни бірінші ақпарат біздің компания туралы және біздің өнімдер туралы, екінші бөлігінде табыс көзі туралы айтып береміз. Сондықтан мына жерде шақырылған қонақтар болатын болса, өздеріңіз бір эмоджи жіберіп, лайк жіберіп, мына жерде өздеріңіздің отырғандарыңызды білдіріп қойсаңыздар болады, кім қай қаладан екен. Сондықтан ендеше достар, бастайық. Біздің компания туралы, Биэпик туралы мен ақпаратты айтып берейін. Биэпик компаниясы бәріміз осы жерде отырған серіктесіміз және де қонақтарымыз. Биэпик компаниясы 2016 жылы Америка құрама штаттарында, штат Ютада ашылған. Ал оның тас қалаушысы мен егері Патнам отбасы болып саналады. Патнам отбасы ешқандай инвестициясыз өз ақшаларына, өз қаражаттарына осы компанияны ашқан. Яғни Патнам отбасында әкесі мен шешесі және балалары мен келіндері мен күйеу балаларының барлығы қазіргі таңда еңбек етіп, қызмет етіп келе жатқанын айта кетейін. Ал біздің компания Биэпиктің медициналық құрамында, медициналық ұжымында және ғалымдардың ұжымының құрамында 11-дей ғалымдар менен медицина докторлары бар екенін де айта кетейін. Және де ең біріншісін мен Баламурия Али Амбати деген ең жас дәрігерден бастасам деп отырмын. Сондықтан бұл доктор медицины 17 жасында Маунт Синай медицина мектебін аяқтап, әлемдегі ең жас дәрігер болып Гиннес кітабына енген, және де Гарвард университетінің резидентурасын өтіп, ұлттық стипендиясының егері болған. Ал одан кейінгі тағы бір докторымызды айта кететін болсақ, Уильям Хэммон деген биоорганикалық және медициналық химик, бұл да ғалым, трансфер фактор атасы болып саналатын, оған да иммунокод деген өнімнің авторы. Сол өнімге келген кезімізде тоқтала кетеміз. Тағы бір докторымызды айтатын болсақ, Адам Сауседо деген доктор бар. Бұл доктор кардиохирург, дәрігер, ғалым және халықаралық оқытушы болып саналады. Тағы бір докторымызды айтсақ, Ким Мен Су деген біздің керемет патчеларымыздың, жабыстырмаларымыздың авторының бірі, адам денесінің кванттық энергиясының әсер саласында жетекші, сарапшы, зерттеуші болып саналатын ғалым. Ал келесі слайдқа көшетін болсақ, біздің өнімдердің неге жасушалық өнімдер деп айтылады? Біздің бәріміз білетіндей, біздің жасушаларымызға өмір сүруге не керек деген сұрақ қоятын болсақ, біздің жасушаларымызға қуат керек, су керек, оттегі керек және де қорек керек. Егер де осы заттардың толыққанды ағзамызға дұрыс жеткізіліп тұрса, ағзамыз 100% жұмыс жасайтында бәрімізге әйгілі. Сондықтан біздің өнімдердің барлығы жасушалық өнім деп бағытталып, осы біздің адамның ағзасына кереметтей ықпал етсін деп біздің компания шығара бастаған. Ал біздің компанияның өнімдерінің әрбір өнімін алатын болсаңыздар өте жоғары сапада. Сондықтан бұл жерде сертификатына тоқтала кететін болсақ, халал сертификаты бар, веган, кошерный сертификатқа дейін және халықаралық сертификаттар ICO, GMP деген сертификаттардың барыне біздің компанияның өнімдері еге болған. Ал жаңағы жасушаға келіп тоқталатын болсақ, бар мәселелер сол денсаулықтағы мәселелер жасушадан басталғаннан кейін шешімі де сол жасушаларда жатқанын да сіздерге айта кетейін. Сондықтан бар денсаулықтағы мәселелерді осы біздің өнімдер қайтып қалпына келтіреді деп айтсам да қателеспес едім. Біздің компанияның бағыты да жасушалық деңгейде денсаулықты жақсарту, энергияны арттыру, иммунитетті күшейтіп және де қартаю процесін баяулату. Және де мынау файлдардың бір жағына қарай үңілетін болсаңыздар, қанша
қанша деген белсенді қоспалар қазіргі таңда БАДы деген біздің әлемде өте көп шығарылады, иә. Сондықтан мына жерде қанша құтысын, әрбір баттардың құтысын бір ғана біздің аты аңызға айналған ең бірінші шыққан өнімнің бірі LF8 деген біздің бірақ капсуланың өзі ауыстырылады екен. Ал осы аты аңызға айналған кереметтей жасыл капсуламызды таңертеңгі тағамымызды бүкіл жасушамызға қорегін беретін капсулаға тоқтала кететін болсақ, біздің LF8 23 тағамдық нутриенттерден, толық тағамдық нутриенттер және де адаптогендерменен үшінші компоненті табиғи энергетиктерден құрайтынды айта кетейін. Толық тағамдық нутриенттердің ішіне біздің жеміс жидектер жатады: апельсин, жүзім, алма, клюква, қызанақ, алмұрт деген, шие, черника, брусника, клюква деген жеміс жидектер жататынын айта кетейін. Және де ішінде көкөністердің шпинат, брокколи да бар екенін айтайын. Ал адаптогендердің өзі саңырауқұлақтардан тұрады, радиолы розовайдан тұрады, бакопинане деген де бар, анадерма, чага, кардицепс деген жоғарғы сұрыптағы саңырауқұлақтар бар екенін айтайын. Ал үшінші компонентіне келетін болсақ, табиғи энергетиктердің өзі ішіндегі табиғи энергетик. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Табиғи энергетиктерге жасыл кофе, эльтианин, гуарана, парагвай шайы да тағы да басқа табиғи энергетиктер жатады. Қазіргі таңда біздің мынау сатылымға қарасаңыздар, супермаркетта толып жатқан қолдан және ішінде синтетикалық заттарға тола энергетиктер шығарылуда. Оның өте кері әсері бар, өте зиян екенін білесіздер. Сондықтан соның орнын ауыстыра алатындай ешбір зияны жоқ. Пайдасы болмаса зияны болмайтын мынандай кереметтей энергияны арттырып, иммунитетті күшейтіп, бар жасушаларыңызға қорек беретін осы табиғи, 100% табиғи энергетикті көп адамдарға кеңес беріп ұсынсаңыздар болады. Мынау LF8 деген ең бірінші шыққан біздің таңертеңгі ас деп саналатын капсуламыздың бірі. Ал осы LF-тің жаңағы жол ашып беретін екінші біздің факторларға, аурулардың факторына, денсаулықтағы проблемалардың факторына келетін болсақ, біздің ағзамыздың өзі кей кезде қоқысқа айналатыны бәрімізге аян. Яғни паразитқа да толады, шлак токсиндарға, улы заттарға толатыны да бәрімізге аян. Сондықтан мынау зат алмасу процесі бұзылып, таңертеңгі жаңағы іш кебу, іш қату, таңертеңгі табиғи детоксқа да бара алмайтыны да көп адамдарға ол ақиқат. Сондықтан мынау өнімді біздің ғалымдар және медицина докторлары бірігіп шығарған екінші түнгі асымыз, түнгі тағамды айтып берейін. Бұл екі туысқан болып жүретін акселер 8 ақ слип деген, акселер 8 күлгін түсті микробиом деген екі түнгі капсулаларымызды шығарған. Сондықтан мен сіздерге үлкен акцент жасап кетейін. Біз ешкімді емдемейміз. Мен бағана жоғарыда айта кеткендей, біз медицинаға альтернатива, яғни адамдарға көп деген таңдауға болатын және де денсаулыққа бағытталған, және де ол аурулардың барлығын алдын алуға, профилактикаға бағытталған біздің жасушалық өнімдер. Ал себептің барлығы бағана мен айта кеткендей, жасушада жатқандықтан осы осы капсулалардың бәрі аттарын атап отырған көмектесетін өнімдердің бірі. Ал мынау түнгі капсулаларға келіп тоқтайтын болсақ, мынау акселер слипқа келіп тоқтайық. Акселер слип өзінің аты айтып тұрғандай, жаңағы ұйқы деген сөз. Көп адамдар қазіргі таңда стресс, депрессияға, үрейге ұшырағандықтан, уайым қайғыға ұшырағандықтан, ағзаның барлығы токсиндарға уланып тұрғаннан ұйқысыздыққа, көп аурулардың да салдарынан ұйқысыздыққа ұшырап жататын бәрімізге аян. Сондықтан осы ұйқыны дұрыстап жаңағы 6-7 сағат терең, дені сау ұйқыға кетуге ықпал ететін акселер слип деген ақ капсуламыздың бірі болып саналады. Бұл кереметті капсуланы кешке қарай түнгі ұйқыға кетер алдында 1-2 сағат бұрын қабылдауға болады, пайдалануға. Ақ капсуланың ішінде валериана тамырының сіңлісі бар екен, хмель, ашваганда деген, индиялық ашваганда, женьшень, эльтианин, мелисса шөбі бар екен, пассифлора, цитрат, кальций, магний бар екен, және де ең маңыздысы бұның ішінде табиғи мелатонин бар. Ал біздің
ұйқы гормонының өзі мелатонин болып аталады. Қазіргі таңда өмірдің ағымына қарап, әрбір адамда ұйқысыздыққа ұшырағанда осы гормон мелатониннің мөлшері өте төмендеп кетеді, немесе дұрыс сол төмендегеннің салдарынан адамдар дұрыс ұйқыға кетпейді. Сондықтан осы өнімді пайдаланғаннан кейін бұл жүйке жүйенің барлығы толыққанды тыныштандырып, бастағы нейрондардың барлығын көбеюіне ықпал етіп, және де тереңде дені сау ұйқыға кетуге ықпал ететін өнімдердің бірі. Сіздер неше сағат ұйықтасаңыздар да, 4-5 сағат болсын, аз сағат ұйықтадым дегеннің өзінде ұйқыларыңыздан қалып, таңертең шаршаудан құтылып тұратын, соған ықпал ететін капсулалардың бірі. Ал бұған екінші капсуламызды күлгін түсті. Капсуламыз акселер детокс, акселер микробиом деп атайтын күлгін түсті тамаша капсуламыздың бірі, достар. Осы капсуланың өзі бағана мен айта кеткендей, токсиндардан, жаңағы қоқысқа айналған ағзаны бар қоқысынан, жалпақ сөзбен айтқанда, тазалап, паразитоздардан да тазалайтын, зат алмасу процесі, метаболизм, яғни соны қалпына келтіретін, әрбір адамның жаңағы артық салмағы болса, сол салмақты тастатқызуға көмектесіп отыратын, таңертең әрбір адамға табиғи түрде детокс жасауға көмектесетін, үлкен көмек беретін акселер микробиом. Соның несіне құрамына үңілетін болсақ, достар, оның ішінде де барлығы табиғи, оның акселер күлгін түсінің ішінде белсенді көмір бар, клюква, имбирь бар екен, бақбақ тамырының сығындысы бар, алтей, сена жапырағының, расторопша, алоэ вера деген шөптердің да сығындысы бар. Және де бұның ең маңыздысы мықты антиоксидант болып жататыны, антиоксидант деген бос радикалдармен күресетін, яғни рак жасушаларына өспеуге ықпал ететін компоненттерді антиоксидант деп айтады. Соның бірі бұның ішінде гумин қышқылы. Ал гумин қышқылы тамақпен бірге алынбайды, ол жаңағы торф деген өсімдіктерден ішінен алынатын гумин қышқылы. Яғни гумин қышқылы осының құрамымен ішкі ағзаға барғаннан кейін әрбір жасушаңызды, жаңағы рак жасушасын және вирустар, бактериялар болатын болса, соны қоршап алып, кептіріп тастайтын қызметі де бар екен. Міне тамаша, біздің өнімнің ішінде де тағы да иммунитет көтеретін, ішек жолдарын бәрін тазалап тұратын, ал ішек жолдарында 80% иммунитет сақталғанын да білеміз. Сондықтан бұның ішінде толған пробиотиктер мен пребиотиктер, энзимдар, мысалы топинамбур деген пайдалы микобактерияларда бар екенін де айта кетейін. Сондықтан бұл өнімдердің таңертең тұрғанда ұйқыларыңыз бір жағынан қанып тұрады, табиғи детоксқа баруға да, және де артық салмақтарыңызды тастап, шаршау кетуіне ықпал ететін капсулалардың бірі. Тамаша капсулалар, өте ақылды капсула. Сіздер кешке қарай бұл ет капсуланы пайдаланғаннан кейін, бұл ет капсула өзінің қызметін атқара бастайды. Яғни денсаулығыңыздағы проблемалардың барлығына өздері тауып алып, өздері шешімін қабылдайтын капсулалардың бірі. Ал келесі біздің ең маңызды ағзамыз бұл жүрек деп айтар едім, жүрек қан тамыр жүйесі. Қазір өкінішке орай халықаралық медициналық жаңағы ұжымның статистикасына сүйенсек, біздің әлемде бірінші орында жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларыменен және де ол мүгедектікпенен өлімге алып келетіні бәрімізге мәлім, бірінші орында тұрғаны бәрімізге аян. Сондықтан біздің жүрегімізді бәріміз жақсы көруіміз керек. Ең бірінші сол жүрек қан тамыр жүйесіне де кереметтей көмегін беріп тұратын осындай бикардио деген өнімді біздің компания шығара бастаған. Ал бикардионың авторларының бағана мен жоғарыда айтқан 11-дей біздің ғалымдар менен медицина докторларының ұжымына жататын, осының ішінде осы бикардионың авторы Баламуриали Абати, жаңағы біздің ең жас доктор, кітап рекорд Гиннесіне кірген, және де доктор кардиохирург Адам Сауседа деген. Ал бұл өнімнің ішіне үңілетін болсақ, бұл өнімде тамаша дәмі, таңқурайдың дәмі шығатын, дәмі тіл үйіретін, керемет, бұл сусын ұнтақ ретінде шығарылады. Бір бикардионың құрамына қарасақ, киви, авокадо, банан, боярышник, құлпынай, қызанақ, қызылша, L-аргинин, L-цитрулин деген 2 амин қышқылы болатын болса, коэнзим Q10 деген, тағы да көптеген калий, магний деген минералдар бар екен дейді. Ал ең бұның маңыздысы L-аргинин деген амин қышқылдың
L-цитрулин, L-аргинин деген екі амин қышқылдың ішке барғаннан кейін молекула оксид азотаны бөлінетіндей айтайын, ал ол оксид азоты оттегіне айналып қан тамыр жүйесінің барын жандандырып тұратынын да айта кетейін. Осы L-аргинин, L-цитрулиндің ішінен оксид азотының молекулярлық формуласын тапқан екі бірдей ғалым 1998 жылы Нобель сыйлығының лауреаты болып аталғанын да мен сіздерге атап кетейін. Сондықтан новикардио өнімді пайдаланатын адамдарға жүрек қантамыр жүйесіне мықты ықпал етеді айта кетейін, және де көптеген сол жүрек қантамыр жүйесіндегі проблемаларды да шешіп береді. Яғни инфаркт, инсульттің алдын алады. Ал сондай өкінішке орай сондай ауруға шалдыққан адамға да үлкен көмек болады. Сосын ота жасағаннан кейін жүрекке, қантамыр жүйесіне ота жасалып жатады. Сол мезетті қайтып қалпына келетін мезетті де осы бикардио тез қалпына келтіретін де, және де қан қысымы жоғары, қан қысымы төмен, киста, миома дегендер, тромбоз дегендерге көптеген бізде нәтижелер көп. Сондай да ақауларға бұл өнім кереметтей өзінің тамаша көмегін беріп жатады. Сондықтан мынау қарт аналарыңыз болса, немесе сондай жүрек қантамыр жүйесіндегі проблемалар болса, яғни антиоксидант ретінде, профилактика ретінде жаңағы қатерлі ісіктің алдын алғанға да бұл мықты да антиоксидантпенен және аурулардың алдын алуға да ықпал ететін өнімдердің бірі. Ал келесі өнімді Райхан ханым қайсысын айтпайық, Active Greens деген мынау бикардиоға ұқсас жақында ғана шыққан бұл жаңа күшейтілген формуласыменен, өзгертілген формуласыменен біздің өнімдердің аты өзгергенменен ішіндегі аты өзгермейді, заты өзгермейді. Яғни біздің компания бір орында тұрмай, әрбір өнімдерімізді жаңағы өзгертіп, тағы да бір дәрумен қосып, тағы да минералдар қосып, тағы да бір адаптогендер қосып жатқан қазіргі таңда өздерінің жоспарлары бар. Сондықтан мынау біздің Active Greens'та күшейтілген формуламен шығарылған бұл бидай өскіндер шырыны болып шығатын еді. Қазір де қазақша атауы сондай. Бұның ішінде жаңағы жас бидайдың сығындысы бар, хамуттың сығындысы бар, жоңышқаның, арпа, сұлы, мумионың да сығындысы бар екенін айтайын, және лимон қышқылы, алма қышқылы да бар екенін айта кетейін. Сондықтан сондай-ақ бұның ішінде L-аргинин, L-цитрулин дегенде бағанағы бикардионың ішіндегі бар амин қышқылда бұның ішінде де бар екенін айтайын. Сондықтан бұл жүрек қантамыр жүйесіне де мықты көмектесіп, ас қорыту жолына да мықты көмектесіп, бауырды айта кететін болсақ, біздің ағзамызда фильтр болып саналады. Сондықтан улы заттарды, мынау қазіргі таңда біздің жеп отырған асымыздың өзінде ГМО бар екенін, бәрімізге аян, химикаттар да бар екенінде, жаңағы антибиотиктар да салынатыны бәрімізге аян. Сол керек емес токсиндарды, керек емес біздің ағзамызға жат нәрселердің, улы заттардың бәрінен қорғап қалатын біздің бауырымыз. Сондықтан сол бауырға үлкен көмек беретін осы Active Greens деген өнімнің бірі. Ал Active Greens'тің осы компоненттері 70% хлорофилл құрайтынын айтайын. Ішінде 70% хлорофилл бар. Хлорофиллдің өзінің формуласы біздің гемоглобин деген қанымыздағы компоненттің, гемоглобиннің формуласына 70% ұқсастығы бар екен. Сондықтан міне бұның тамаша бұл Active Greens деген өнімнің қанша сіздердің денсаулықтарыңыздағы проблеманы шешіп беретін, және де көптеген аурулардың алдын алуға, пайдалануға болатын өнімдердің бірі. Және де бұл жерде айта кететін болсам, бұл мықты антиоксидант болып саналады. Антиоксидант деген бағана мен айтқанмын, мықты бос радикалдармен күресетін компоненттер болып саналады. Және де бұл мықты онкопротектор. Сондықтан көп адамдарға, мынау онкологияға шалдыққан адамдарға химиотерапия, таргетная терапия деген бар. Қазір сәулелік терапия алып жатқан адамдар өте көп. Қазіргі таңда екінші әлемдік статистикаға сүйенсек, екінші орында сол қатерлі ісіктің өкінішке орай көп о дүниеге аттанатын адамдардың саныменен екінші орында тұрғанда айта кетейін. Сондықтан сол екі ауыр процедура, химия процедура, жаңағы сәулелік процедура алатын адамдар болса да, оның алдын алуға да, сондай жағдайға жеткізбеуге ықпал ететін өнімдердің бірі, тамаша өнімдердің бірі болып саналады осы өнім. Ал келесі өнімге тоқталсақ,
иммунокодқа тоқталайық. Иә, иммунокод жақында ғана біздің жаңағы дүкенімізде пайда болып қайта шығарылып, бізді бір үлкен қуанышқа баулады. Өйткені бұл иммунокодтың авторы біздің керемет біздің Zoom желісіне жаңағы айына 2 рет біздің компанияның президенті, вице-президенті шығып тұратын болса, біздің ғалымдар да, әлемге әйгілі ғалымдар да, медицина докторлары да біздің желілік Zoom желісінде бізбен бірге вебинар өткізіп тұратында мен сіздерге айта кетейін. Сол кезде біздің Уильям Хеннон деген мынау трансфер фактор атасы болып саналатын біздің докторымыз осы иммунокодтың авторы. Ал иммунокодтың құрамы да 100% табиғи өнім. Жақында ғана бұның күшейтілген формуласы иммунокод 2.0 деген шыққан. Ал иммунокодтың несіне үңілетін болсақ, бұл мықты антиоксидант болып саналады. Ішінде зәйтүн сығындысы бар, куркуминнің сығындысы бар, анардың сығындысы бар екен, хром, бром, цинк, селен деген көптеген минералдар бар екен, және көптеген дәрумендерге байытылған өнімдердің бірі. Жүгерінің де сығындысы бар, желатин да бар бұның ішінде, және де ең маңызды компонентке бұның ішінде сиырдың уызының сығындысы бар, яғни трансфер фактор бар. Ал бәрімізге белгілі біздің иммунитет қайдан беріледі, яғни балаға иммунитет қайдан беріледі. Әрбірімізді ана туды, сол ананың уызының, сүтінің уызынан бізге иммунитеттің коды берілген. Сондықтан мынау өмірдің ағымына қарай, өкінішке орай, біз иммундық жүйеміздің қызметі төмендей бастағаннан кейін иммунитетіміз азая бастайды, төмендей бастайды, төтеп бере алмай қалып, ауруларға шалдығып жататын бәрімізге аян, достар. Сондықтан мына иммунокодты біздің иммундық жүйеміздің жұмысын күшейтсін деп шығарылған өнімдердің бірі. Сондықтан бұл иммунокодтың аты атап тұрғандай, жаңағы сиырдың уызының сығындысы ең маңызды компоненті, ананың сүтінің уызының жаңағы құрамымен тәріздес екен, бірдей екен, достар. Сондықтан бұл сиырдың уызының сығындысы, және де бұның ішінде адаптогендер бар. Адаптогендерге біздің саңырауқұлақтар жатады, яғни рейши, чага деген, кардицепс деген саңырауқұлақтардың да, майтаки, шейтаки деген саңырауқұлақтардың да сығындысы бар екен де айтайын. Сондықтан бұл иммундық жүйенің қызметін күшейтіп, аллергиясы бар ма адамдарға, ішек жолдарында проблемалар бар ма, солардың барына қарсы тұратын өнімнің бірі. Сол Адам Сауцида деген біздің керемет докторымыздың статистикасының вебинарда айтқаны, әлемде 14.800 аурудың аты аталып, түсі түстеліп қойған екен. Яғни статистикаға кіріп, сол аурулардың атауы аталып тұр. 14.800, құлақ салыңыздар. Соның ішінде 4.000 түрлі аурулардың медицина жағынан емі бар екен. Ал 10.800 аурудың емі жоқ болып саналады екен. Ол статистикаға сүйеніп отырған біздің докторымыздың айтқан статистикасы, әңгімесі, вебинары. Сондықтан адам енді не істеу керек? Бұлай өңіліп қарасаңыздар, 10.800 аурудың емі жоқ болып саналады екен. Адам не істеу керек? Қанша мың түрлі ауру. Тек қана медицина симптоматикалық ем беріп, бұл жерде тек қана жеңілдетіп, сол ауруларыңызды уақытша жеңілдетуге көмектеседі екен. Сондықтан біздің докторымыздың айтқаны, мынау бар ауруларға төтеп беретін, яғни ағзамыз біздің өте ғажап, ағзамыз қарсы тұратын, ана ауруларға қарсы тұрып, ағзамыздан өзі ауруларды жойып отыратын не керек? Әрине, иммундық жүйенің қызметін күшейту керек. Сондықтан осы иммунокод деген өнімді пайдалануға болады деген бізге үлкен вебинар осы біздің докторымыз өткізген. Сондықтан мына өнімді де алып пайдалануға, әрбір отбасының жаңағы мынау аптечкасында тұруға кеңес берер едім. Ал біздің өнімдер бірінен бірі өтеді, тағы бір 3-4 өнімді айтып жібергеннен кейін біздің серіктестердің нәтижесінде тыңдап өтейік. Эпикслим коллаген дегеніміз бар, эпикслим кофе деген де бар. Біздің екі туысқан тәріздес, былтыр бізді шығарып қуантқан бұндай өнім, керемет коллаген. Мен бірнеше алдында коллагендарды пайдаланып көргенмін, бірақ бұндай дәмі, тіл үйіретін,
және де осындай күрделі жаңағы құрамменен коллагендерді көрмеппін. Әрбір компания өзіне тек қана коллагенді салып қойса, біздің өнімнің ішіне тек қана коллаген емес, коллагеннің өзінің коллагенінің атасын салып қойған. Өйткені бұл жерде қара малдың коллагенінің бірінші, үшінші типтағы, яғни жоғары сұрыптағы коллаген салынғандай дейді. Ал бірінші, үшінші типтағы коллаген адамның коллагеніменен 90% тәріздес екен. Ал тағы да бұның ішінде калий, магний, жаңағы темір минералдары бар екен. Және де бұның ішінде арыстан жалысының саңырауқұлағы бар, яғни ежовик деп айтылады орысшасы, львиная грива деген саңырауқұлақ. Ол саңырауқұлақ жастық шақтың саңырауқұлағы, жасартатын саңырауқұлақ. Және де бұның ішінде гиалуронда қышқылы бар, берберин деген шөптің де сығындысы бар болғанда, бар екенде айтайын. Сондықтан бұл буындарға жақсы көмектесіп, теріге, шашты нығайтып, тырнақты нығайтып, терілеріңізді жаңағы әдемі қылып жылтыратып, майда әжімдерді кетіруге және де қартаю процесіне қарсы тұратын. Таңертеңгі тұрғанда табиғи детоксқа да сіздерге ықпал ететін коллаген, тамаша коллагеннің бірі болып саналады, достар. Сондықтан артық салмақтарыңыз болса да, осының ішіндегі компоненттер сіздердің артық салмақтарыңызды алып тастайды. Ал артық салмағы жоқ, салмағы аз адамдарға салмақты да өзінің қалпына келтіріп жинап беретін коллагеніміздің бірі. Ал осы компоненттардың барлығы жаңағы мен айтқан коллаген да бар, гиалурон да бар, ішінде жаңағы саңырауқұлақтың да сығындысы бар, калий, магний, железоның да сығындысы бар. Және де бұның ішінде кофе коллагеніміздің, кофе Эпикс Лим деген кофеміздің ішінде премиум сыныптағы арабика кофесінің да сығындысы бар екен де айтайын. Және де ол салқын тәрізбенен сығынды қылып жасайды. Ал салқын сығындысы дегеніміз және де супермаркеттағы кофені алатын болсаңыздар, айырмашылығы ол жерде ол кофелардың барлығын қуырып, ыстық тепловая обработка және жылу обработка өңдеуден өтеді екен. Сондықтан жылы ыстық жаңағы өңдеуден өткен кезде кофенің ішінен канцерогендер бөлінеді. Сондықтан бұның ішіндегі кофеин өте зиян болып саналады жаңағы супермаркеттағы. Ал біздің кофенің ешқандай кофемандардың құлақтарына алтын сырға кофе іше алмаймыз деп жүрсеңіздер, мінекей біздің керемет кофемізді алып пайдалансаңыздар болады. Жаңағы жапсырманда патчиларымызды да айтып жіберейік. Олививейт Pro деген біздің жапсырмаларымыз да бар. Ол да тамаша өнім. Куркумамызды да айтқан жоқпыз, куркумамызды да айтып жіберейік. Ким мен су деген мен бағана жоғарыда айта кеткенде, доктор Ким мен су адамның денесіндегі табиғи кванттық энергияменен әсер саласындағы жетекші сарапшы болып саналады. Ал сол доктор Ким мен су осы жапсырманы Олививейт Pro деген жапсырмаларымыздың, патчиларымыздың авторының бірі. Бұл патчиларымыздың ең қызығы, бұл жаңағы бізде жаңағы адамдарға талай эксперименттер, кездесулерде жасап жүр, ауырып тұрған жерлерін бірден қойдырып, және де майыспай тұрған қолын да майыстырып, күші жетпей тұрған адамның күшін күшейтіп, жаңағы мықты қылып жіберетін, сол мезетте мықты қылып жіберетін жапсырмалар. Яғни бұның ішінде турмалин, женьшень, имбирь, лаванда деген, және де имбирь жаңағы ненің сыңдылары бар. Бұның жаңағы ұмытып қалдым, жылытатын, жаңағы денені ыстатын тағы бір компоненті бар, оның ұмытып қалдым. Оны кейін көріп оқып ала бересіздер өздеріңіз. Ең маңыздысы бұл жаңағы ауырып тұрған, бел ауырған кезде радикулитің болсын, тіс ауырса да жабыстыруға болады, бас ауруға жабыстыруға болады. және де пластыр емес, және де жаңағы грижаларыңыз болса да, басқа да аурулар болса, осы жапсырмаларды жапсырып шаршап тұрсаңыздар да, табанға да жабыстыруға болады, буындардың жан-жағына да жабыстыруға, алуға жіберуге болады. Және де біздің кереметтей докторымыз бар, Айғала Құспанов деген, көз тиеді деген біздің қазақтарда ырым бар. Сол көз тимеу үшін көкіректеріңізге жабыстырып алсаңыздар болады. Әрине бұл жерде әзілдік те бар, бірақ шынымен де көз тимей күшейтіліп, сіздерге кез келген аурудан және де әрбір жаңағы электромагниттік жаңа толқындардан да құтқарып тұратын осы керемет жапсырмаларымыз. Ал
Куркума дегенге де тоқтала кетейік. Біздің редженер деген куркума шайы бар. Тамаша өнім, оны айтпасқа болмайды. Сондықтан мына өнімнің өзі қазіргі таңда қабыну процестері жүріп жатса, көктемде қазіргі таңда көптеген тұмаулар жүріп жатыр. Буындарда қабыну процесі болады, тыныс алу жолдарында жаңа қабыну процесіне болатын көмектесетін мықты өнімдердің бірі. Ыстық суға бұны ертіп, тамаша шай қылып пайдалануға болады. Бұның ішінде сары куркуманың тамырының сығындысы бар, имбирдің сығындысы бар, кальцийдің да құрамында бар екен, дәрумендер де бар екен, және де бұның ішінде де гиалурон қышқылы бар екен, коллаген бар екен де айта кетейін. Сондықтан бұның ішінде полифенол деген, куркуманың тамырының сығындысында полифенол, ол полифенол деген компонент қабыну процесіне қарсы тұратын компоненттердің бірі. Сондықтан бұл жақсарту, қартаю процесіне қарсы тұратын мықты антиоксидант болып буындарға, сүйек буын системасына мықты көмектесетін, қабыну процесіне қарсы тұратын өнімдердің бірі. Ал біздің айта беретін болсақ, 20-ға жуық біздің компанияның өнімдері көп. Сондықтан біз қазір біздің серіктестерге нәтижесімен бөлісуге кішкене сөз берейік, содан кейін барып жаңағы жанар-жанармайға салатын таблеткамызды да айтып жіберейік, өйткені уақытымыз өте тығыз. Ал бірінші мен жаңа өзендегі біздің 11 баланың анасы Жадыра Досекеева деген серіктесіміз бар. Қысқа да әдемі қылып Жадыра микрофонды алып өзің айта қойсаң керемет болар еді. Жадыра. Кеш жарық көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Кеш жарық, құрметті серіктестер, қонақтар, мен BP компаниясының серіктесімін. Жақында келдім. Осы компанияның өнімдерін пайдаланып бастағаныма 4-5 ай болды. Мен базовый өнімнен бастадым. 2 ай болғанда уже менің көзімдегі давлением кетті. Белімнің, аяғымның ауырғаны, соларым кетті менде. Сосын менде жаңадай 5-6 ай депрессияда жүргенмін мен. Бірдеген уайымдап, сол бір депрессияға түсіп кеткенмін. Сол депрессиям, стрессім кетті менде. Ең бастысы, түнде мен ұйықтамайтын едім. Сондай депрессиям, стрессім кетіп, мен қазіргі уақытта өзім жақсы сезінем. Сосын менде жаңағы не болды? Мына кіндігімде грижам бар. Сосын асқазанымда менде жара бар. Сол бір басыма бір 4-5 ауруым бар. Сол қазіргі уақытта сол асқазаным бұрынғыдай бүріп, приступ беріп менде ауырмайды. Сосын жаңағы кіндігімдегі грижамда күннен-күнге кішірейіп келатыр менде. Өзімді жақсы сезінем, көңіл күйім көтерілді. Бұрын жаңа қайта-қайта ұйықтап, менде жаңағыдай хронический усталость болды да, қайта-қайта ұйықтап, шаршап дегенде менде ешқандай энергия болған жоқ. Қазіргі уақытта өзімді жақсы сезінем. Осындай өнімдер шығарғанына, осындай дұрыс компанияға келгеніме мен қуанам. Өнімдері өте керемет. Рахмет сіздерге, наставниктер, сіздерге, компанияға, барлығыңызға рахмет. Рахмет саған. Маңызды көздегі давление, сонда айтып жіберсең. Сол 2 ай пайдаланғанымда менің көзімдегі давлением кетті. Белімнің ауырғаны, аяғымның ауырғаны менде солар кетті. Сосын 3 ай дегенде менде депрессиям, стрессім кетті менде. Одан басқа мен мазалайтындар көп, асқазанымда жара болды. Қазіргі уақытта асқазаным бұрынғыдай бүріп ауырмайды. Сосын почкам ауыратын еді менің. Сол почкам да жақсы. Бұрынғыдай, бұрын жаңа 1-2 километрге жүре алмайтын едім мен. Әр жерде тоқтамасам жүре алмайтын едім. Қазір сол жақсы баратын жеріме 3-4 километр арқайын жүре алам қазір. Салмағым да түсті менде, салмақ та бар еді менде. Қазір 10 килодай салмақ тастадым мен. Тамаша. Керемет результат, керемет нәтиже. Жадыра 11 баланың анасы, Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Және де біздің серіктесіміз осы бизнеске де бағытталған ананың бірі. Сондықтан 11 баласына қарамастан, сылтау ратпастан, менің балам бар, менің нем бар деп нетіп жүрген жоқ. Сондықтан бизнесінде жасап жүрген ананың бірі. Ал келесі неге біздің қырғыз ағайындарымыздың, қырғыз серіктестеріміздің, Қырғызстанның біздің Ақмарал Қошпақова деген қонағымыз келді. Ақмарал, микрофонды алып айта қойсаң.
Саламатсыздарбы? Кутманкеч, кандайсыздар? Казак бауырлар, жакшы отурасыздарбы? Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кыргызча сүйлөй берейин, Сөйлей бер. Мен бул Бепик компаниясына келип калганыма 2018-жылы мамам ооруп, анан келип калганмын. Менин досум Динара Абдрахманова Голубой Брийлиант тааныйсыздар. Ошол кыздын жакын досу болобуз, мы подруги. Ошол кыз аркылуу келип калдым. Келгенде эле менде ошол апамдын результаты боюнча кичине айтып берейин. Мамамдын результаты боюнча. Мамамда өзүндө эле после депрессия колунда мындай титирек пайда болуп калган. Өтө арыктап кеткен. Жана зоб пайда болгон мойнунда, ашказанда язва бар болчу, давление болчу, и түнү уктай албайт эле. Биз ошол 58-де ушул эле капсула менен апамдын ошол 7-8 оорусунан кутулду. Бирок байкабай калыппыз, путундагы варикозу аябай чоң экен эле. 4,5 айда путундагы варикозу кетти да. Мен өзүмдүн результатым боюнча айтып кетсем, ул ошол 2018-жылдары мен бөйрөктү аябай катуу ооруйт эле, потому что мен в Москве работала, там распаркада турган пар и там холод, экөө бирип бөйрөккө кадимкидей суук өткөн. Ошол бөйрөк оорумдан мен ушул 58-дин өзүнөн эле аябай сонун результат алдым. Ошентип жүрүп, мына 2025-жылы Москвадан кайра келдим. Келсем, уже менде көзүмдө операция болду. Сетчатка тиктиргенмин. Ошо сетчатканы менен тегиз операция болгондорду, чогуу операция болгондордун көзүндө ошол шитя, ошол жерден баягы гной, ириң пайда болуп калыптыр. А меники андай болгон жок, жакшы бүттү. И экинчи аябай чоң результат алганым, мен биринчи эле очищение кылайын деп ошол Drink to Shrink'те очищение кылганмын, 5-6 өнүм. И плюс LF8, анан кийин баягы Epic Slim азыр сиз айтып кеткен коллаген аябай сонун жардам берди. 20 килограммга мен арыктадым. Мен дагы ушул сонун результат менен бул компанияга келип калдым. Менде азыр витилигага ичип аткан эжелер бар. Витилиганы вы знаете, это который териси көчөт. Витилигадан дагы сонун результаттар болуп атат. И псориаз, и экземадан дагы. Давлениядан дагы аябай сонун результаттар алып атат. Андыктан мен сиздерди баарыңыздарды сунуштаймын. Алып ичип көрүңүздөр, өкүнбөйсүздөр. Бул эмне деп коет? Бул компанияда ден соолукту тапканча сиз өзүңүздүн азыр жадырап кем айткандай көңүл күйүңүз көтөрүлөт, энергияга толосуз, жана ден соолугуңуз чың болот. Мен баарыңыздарга сунуштаймын. Аз гана саз гана результатын беришип коеюн. Ляззат апке, сизге аябай чоң рахмат. Мени ушул Зумга чакырганыңыз үчүн. Иштериңиздерге ийгилик, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Рахмет, рахмет. Маған да чоң рахмат. Бір ауыз сөзімді жерге тастамай, я біздің неге кіріп айтасың ба дегенге, я нәтижемді айтып берейін деп, өйткені мен білемін да, Ақмаралда тамаша нәтижелер бар екен. Нәтижелер таңғаларлық, я тамаша екен нәтижелер. Рахмет саған көп. Я келесі біздің неміз Қымбат апке, сіз дайынсыз ба? Қымбат апке микрофонды қосып. Дайынбыз, дайын. Қосулы. Тамаша, айтамын. Иә. Жасым 6 сағатта, 58 ішіп жүргеніме 2 жыл болды. Ең жаныма қатты батқаны геморрой тұғын. Геморройым кетті бірінші. Грижа, патрузия, 3 жерімде грижа бар тұғын. Қалған жерім бар патрузия, тізем, ауруылға іш құрылысын бәрі, бауыр, асқазан, бүйрек бәрі ауыратын. Асқазанында жазылды. Тамақ жақсы қорылады қазір. Бауырымдағы май басқан ол кетті, бүйрегімде құм бартығын ол кетті, хронический бронхитім бартығын ол кетті, папилломалар басып кеткен мойнымды ол кетті, ферри, порошоктерден аллергиям бартығын ол кетті. Енді сондай көп майда шүйде ауыратын жерлерім көп тұғын, соның бәрі кетті. Осы Дан Патманға рахмет, Құдай жіберді деп ойлаймын маған. Сондай бір аурулар емдейтін бір адам жіберсе екен деп Құдайдан тілейтін тұғым. Сондай осы компания қатты ұнаған, жастық тегі бағым. 2 жыл болды мына жастық. Маған да сыйлыққа жаңағы сыйлаған бұл әпкеміз осындай бейбіт деген жастық қылып, Әлия екеумізге сыйлық қылып салып жіберген. Рахмет сізге, Қымбат әпке, көп рахмет. Қазір ойланып отырмын, әрі-бері сіздің айтып жатқан жаңағы нәтижелеріңіздің, диагноздарыңызды бәрін санайын деп едім, саусағым жетпей қалды.
сол қазір ойлап отырамын, менің өзімде де диагноздар көп болғанда, жазып кеткесін ұмытып қалып жатырмын. ұмытып қаласың. Болған кезде білесің да, Менің жазылып қалады деп. қазіргі таңда менің де өзім ойлаймын, осы өнімдер болмағанда біз қалай өмір сүрер едік деп. Қазіргі таңда Патнам отбасына да, BEPIC компаниясына мен де мың алғысымды білдіремін. Осындай керемет әлемде таптырмас осындай өнімдер шығарып жатқанына мың алғысымды білдіремін. Ал келесі бізде Жәмила деген менің жерлес апайым бар. Сол кісі де нәтижесімен бөлісіп жіберсе, Жәмила апай, қысқа да нұсқа әдемі қылып айтып бере қойыңыз, менің жерлесім Жәмила апай. Микрофонды қосыңыз и камерамды қосыңыз, жарай ма? Жәмила апай? Микрофон таппай отырсыз ба? Микрофоным қайқа кетіп қалды, бала. Тұра тұр. Болды, енді шықты, иә. Айта қойыңыз, таныстырып айта қойыңыз. Қайырлы кеш. Оразаларыңыз қабыл болсын. Мен Қазалдан, Қызылорда облысынамын. Мен бұл компанияға қазір 2 жыл болып келгеніме, мен давлениеден құладым. Мына оң жағымнан мен давлениеден құлап, бір жағым істемей қалды. Енді мен осы витамин ішіп, бір капсуланың өзінде 34 келі салмақ жоғалттым. Артроздан арылдым. Бүткіл тамағым дегенде қақырық толып, сөйлей алмайтын едім. Сол қақырығым кетті. Давлением тұрақталды. Бутикем оратып, бутикем жақсы болды қазір міне. Міне осындай керемет нәтиже алдым. Сондықтан осы продукцияны мен алып ішіп отырмын қазір. Ішкеніме 2 жыл болды. Керемет нәтиже алып отырмын. Бір 58-дің өзінен алып отырмын. Одан кейін қазір комплекспен ішіп отырмын. Енді өмірге қайтадан келдім деп айтамын мен. Тамаша. Тамаша, бұл кісі бір емес 2 рет инсульт алған кісі, сондықтан мынау өздеріңіз көріп отырғандай сөйлеп отыр. Рахмет, Жәмила әпке, өте үлкен рахмет, жерлесіме де, ауыл елге сәлем айтыңыз менен. Ал келесі Камшат, қысқадан нұсқада айтып жіберсеңіз, сонымен келесі бөлімімізге көшеміз. Камшат, микрофонды алып айтып жіберсең. Саламатсыздар ма? Саламат па? Есім Камшат, Астанадан боламын. Жадыра ханым осы LF8 туралы айтып, осыдан депрессияда жүргенбіз, қызым екеуміз осы LF8-дің витаминдерін ішіп, әжептәуір бері қарап қалдық, тынышталып жанымыз. Біраз есімізді жиып, қызым қазір жұмысын істеп, оқуын оқып жүр. Өзімде 2 жұмыстың арасында жүрмін. Аллаға шүкір, көңіл күйім тамаша болды. Өте тамаша. Өзім қуаныштымын Жадыра ханымның маған айта қойғанына осы витаминдер туралы. Өкінбейсің ғой? Өкінбейсің. Жоқ, өкінбеймін. Өте жақсы. Бірінші кезде мен ішкенім осы витаминдерді. Негізі БАДы жақсы ғой. Мына LF8 маған нағыз керек нәтижені берді. Рахмет, Камшат, көп рахмет. Келіп нәтижеңмен бөліскенмен, енді ары қарай бізбен бірге бизнесінде жасап кетеді деген үміттеміз. Рахмет көп. Енді біздің жаңағы адамдарға, біздің бүкіл адамзатқа біздің BEPIC компания мынандай керемет жасушалық өнімдер шығарып жатса, біздің темір тұлпарларымызға да жасушалық өнім шығарып қойған, таблеткалар шығарып қойған деп айтсам болады. Full Taps деген айтпасқа болмайды. Бағана маған бір ер азамат айтқан, әйелдерге жараспайды ғой, ол Full Taps'ты стримде айтсам, Full Taps'ты айтқан, оны ер азаматтар айту керек. Неге? Бізде әйел азаматтарға да біздің экология, біздің үйдегі отбасымыздағы ер азаматтардың қалтасын үнемдеу, жанар жағармайға да біздің де қатысымыз бар. Өйткені біз BEPIC компанияның серіктесіміз. Ал Full Taps деген біздің компаниядан шығып жатқан керемет катализаторлар, жанар жағармайға салатын таблеткалар. Ал бұл кез келген жанар жағармайға, солярка, дистопливо, газ, бензинге салатын таблеткалар әрбір 100 литрларыңыздан 20-25%-ға дейін жанармайды үнемдейтін айтайын. Қалай үнемдейді? Бұл бір таблетканы салмай тұрғанда біздің жанар жағармайымыз бакке түскеннен кейін бұл үлкен күйеге айналып, үлкен молекулалық формулаға айналып,
аяғына дейін жанармай жанып кетпейтінде бәрімізге аян болып тұр. Ал мынау осы таблетканы салғаннан кейін ол кішкентай жаңағы молекулаларға бөлініп түсіп, күйде қалдырмай аяғына дейін жанып кететінін де мен сіздерге айта кетейін. Сондықтан осы Fuel Tabs'тың арқасында сіздер жанар-жағармайды үнемдейсіздер, және де қозғалтқыштарыңызға көп күйе түспейді, қозғалтқыштарыңыз көп бұзылмайды, және де қосалқы бөлшектерді көп ауыстырмайсыздар. Неге? Өйткені күйе түспей, қосалқы бөлшектеріңізде жақсы жұмыс істеп тұрады. Май ауыстырған кезінде де, қазіргі таңда қыстың күні көп май ауыстырып жатады, көліктеріне. Май ауыстырған кезде де осыны үнемдеп, майларыңыздың өзі тап-таза шығады. Және де ең маңыздысы, біздің экологияға да мықты ықпал ететін өнімдердің бірі, және көліктеріңіз ескілеу болса, осы өнімді бензин бактеріңізге салған кезде, жаңағы экопосттан тексерілген кезде улы заттар жоқ болып шығады. Неге? Осы таблетканың катализатор біздің Fuel Tabs'тың арқасында. Сондықтан әрбір жаңағы осы жерде отырған серіктес және де отырған қонақтардың құлақтарына алтын сырға, осы Fuel Tabs арқылы біз үлкен экологияға да көмегіміз тиетінде айта кетейін. Өйткені улы заттар біздің айтылған, біздің өнімді біз арқылы алған жүргізушілер экологияға көп улы заттар шығармайтынды айтайын. Сондықтан экологияға да мынау Шымкент қаласында да бар, мегаполистарда, Алматы қаласында тұрған смоктардың бір кірпішін болса да кетігін барып қалайтын, экологияға көмектесетін таблеткалардың бірі. Ал келесі енді керемет азғантай уақыт қалдырыппыз, екінші бөлігіне табыс көзі де бар біздің BAP компаниясы, яғни біздің компания президенті Дэн Патнам деген Патнам ұлдарының бірі, өзі маркетолог, осы табыс көзін өзі жазған, өзінің компаниясына табыс көзді де бізге, серіктестерге өзі төлеп жатыр, табыс көзінде өзі қазір қарастырып қойған. Сондықтан біздің компанияның 8 бірдей табыс көзі бар. Компания өте жомарт табыс көзі. Қазір мен сіздерге тез айтып тоқтала кетейін. Бірінші табыс көзі, сіздер мына өнімді $100 астам ақшаға алдыңыздар. Яғни қазіргі таңда $117 немесе $157 осы біздің керемет өнімдерді өз пайдалануыңызға, жеке пайдалануыңызға, жеке отбасыңызға алды дерлік. Сіздер алғаннан кейін мына біздегі интернет магазин, яғни референс өнімді алғаннан кейін сіз ақпарат беріп, досыңызға немесе туысқаныңызға айтты дерлік. Сол туысқаныңыз, сол досыңыз тура сізді қайталап мына өнімді алатын болса, компания сол мезетте, сол дереу сізге ең бірінші табыс көз $35 ақша табыс көзін төлеуге дайын. Яғни $35 теңгеге айналдырсақ, 18.000 теңгедей ақша болады екен. Ал екінші, одан да қоймай, екінші досыңызға тағы да осы өнімдер туралы айтып, ол екінші досыңыз да осы өнімдерді өз пайдалануына алатын болса, екінші сіздің жаңағы электрондық әмияныңызға екінші досыңыздан да $35 ақша түседі. Сондықтан ана бір досыңыздан түскен $35 мен екіншісіне санасақ, $70 сол мезетте сізге компания төлеуге дайын. Ал сол неден тоқтамай, ары қарай сіздер екі досыңыз, тағы да екі досыңызға шақыруға көмектесетін болсаңыздар, ықпал ететін болсаңыздар, ол екі досыңызға да $70 тура сізге түскенде $70 төлемақы төленеді компания жағынан. Ал осы схема 2-2 деген құралғаннан кейін компания сізге 2 аптадан кейін тағы да $100 төлеуге дайын. Бағанағы $70-ға достар $100-ыңызды қосатын болсаңыздар, сіздер $170 сыйақыға, табыс көзіне еге болдыңыздар. Бағанағы $137-ға алған немесе $157-ға алған өніміңіздің ақшасын қалай болды? Яғни компания сізге сол ақшаны қайтарып берді деген сөз. Ал одан да тоқтамайым деп үшінші достарыңызға айтсаңыз, үшінші досыңыздан тағы да $35 түседі. Сол $70-ға $35 қоссаңыз, жаңағы жылдам төленетін сыйақы $105. Ал сол үш досыңызға да көмектесіп, жәрдемдесіп, үш досыңызды шақыруға көмектессеңіздер, осындай схема құралған үшін 3-3 деген табыс көзіменен компания сізге $300 төлеуге дайын тұрады. Бағанағы $105-ға $300 қоссаңыз, сонда айына сіз $405 табыс көзін табады екенсіз. Ал одан да тоқтамайым деп төртінші досыңызға айттыңыз, төртінші досыңыздан тағы да $35 түседі.
бағанағы 105 долларыңызға 35 долларды тағы да қоссаңыз төртінші досыңыздан $140 дереу жылдам төленетін сияқысы төленді. Ал сол 4 досыңызда төртеуден шақыратын болса, әрбір досыңызға тура сол $140 түседі. Және де осы схема құралған үшін 4/4 деген табыс көзі болып аталады бұл. 4/4 деген компания сізге $500 төлеуге дайын. Бағанағы $175-ға $500 қосатын болсаңыздар, $675 сыйақы компания төлеуге дайын. Ал қазіргі таңда жаңағы орташа айлық 150 мың теңге, 200 мың теңгемен салыстырмалы түрде қарағаныңызда, бұл жерде 2 еседе көп табыс таба алады екенсіз. Және де өте оңай дайын бизнес бұл жерде. Ал одан да тоқтамайын деп 5-ші досыңызға айтсаңыз, 5-ші досыңыздан да $35 сыйақы түседі. Сол $175-ға $35 қоссаңыз $210 болады. Ал 5 досыңызға да көмектесіп 5 досыңызға шақыруға ықпал етсеңіз, осындай схема құрып 5/5 деген табыс көзі болып аталады. Сол 5/5-тен компания сізге бағанағы $210-ға жылдам төленген дайын тұр. Сондықтан бағанағы $210-ға $700 қоссаңыз, $910 сыйақы табыс көзін алуға төлеуге компания дайын екен. Ал мына жерде салыстырмалы түрде есептеп көрсеңіздер, $1000-ға жуық табыс көзін сіз тек ақпарат берумен-ақ, үйренумен-ақ табуға болады екен. Ал одан да тоқтамай біздің компания президенті қара кесте деген тағы да табыс көзін шығарып қойған. Ал қара кестеге үңілетін болсаң, бұл жерде мүлдем ең жаңағы мен жалқаулауым, мен қорқақтауымын дейтін адамға айына 2-ақ адам шақырып отырғаннан өзінен қанша ақша түсетінін де айтып берейін сіздерге. Бірінші айы сіздерге 2-ақ адам шақыратын болсаңыз, $71.05 түседі. Екінші айда сол 2 адамыңыз 2 адамнан шақырып отыратын болса, екінші ай $121, үшінші ай $150, төртінші айда $210, сөйтіп өсіп, 6-шы айға келгенге де $1875 төлемақы төленеді. Сол 2 адамыңыздан құралып жатқан 12-ші айға барғанда табыс көзіңіз $57.300-ға дейін жететінде айта кетейін. Сондықтан бұл қара кестені де алып жасауға болады. Айына 2 адам шақырып отырып, сол 2 адамнан өсіп кеткенін командаңыздың өзіңізде білмей қаласыз. Сондықтан біздің компания өте жомарт, табыс көзін аямай төлейді. Рекламаға берген, тағы да басқа жерге көп адамдар сұрақ қояды, неге реклама бермейді, неге дүкендерге қоймайды деп. Бұл желілік компания, сондықтан желілік компания деген адамнан адамға ақпарат жететін компания. Сол адамнан адамға ақпаратты беріп, осы өнімдерді пайдаланатын болса, сізге табыс көзі төленетін болғандықтан желілік деп айтылады. Ал Патнам отбасының ұранына тоқтала кететін болсақ, Патнам отбасының ұраны өзіңнің қалаған нәрсеңді алу үшін, жету үшін басқаға қызмет ету. Сондықтан көп адамдарға қазіргі таңда айлықтары аз, және де бір пенсиямен, бір жалақы жетпей, бір пенсиямен, бір жаңағы пособиемен өмір сүріп жүрген адамдар көп, жұмыссыз жүрген қанша адамдар бар. Біздің бизнес, керемет бизнес сол адамдарға, басқа да жұмыстары бар адамға үлкен көмек болар еді, егер сіздер осы біздің компанияның бизнесі туралы ақпарат беретін болсаңыздар. Ал одан да маңыздысы біздің денсаулық. Пенденің басындағы денсаулықпенен табыс көзі деп айтар едім. Басқа жағынан Алла тағала сынақ бермесе. Сондықтан бұл жерде әрбір пендеге денсаулығына да көмектесетін, жоқшылықтан құтылып, кредитінен құтылып, үйіндегі отбасының әл-ауқатын көтеруге, үлкен өмірдегі өзгерістерге әкелетін компанияның бірі деп айтар едім. Ал біздің көптеген іс-шаралар болады. Апта сайын біздің компаниялар толығырақ офлайн барып, тірідей кездесуге барам десеңіздер, Өскемен қаласында, Астана қаласында және Алматы қаласында апта сайын бізде офлайн кездесулер болып тұратынын айта кетейін. Сондықтан үлкен біздің жиын бар. Мына жерде келіп отырған жаңадан келген серіктестерге новичоктар болатын болса, міндетті түрде барыңыздар. Өте позитивті ортаны көресіздер. Өте адамдардың өзгерген ортаны көресіздер. Сәттілік пен денсаулығы бар адамдардың ортасына барасыңдар деп айтар едім. 11 менен 12 сәуірде болатын біздің республикалық форумға да шақырар едім. Сол жерге
осы бастан қазіргі таңда сіздерді шақырған адамдарға хабарласып, дереу хабарлассаңыздар, осы форумға да, басқа да кездесулерге баруға болады, және де бұның үлкен бизнесқа қадам жасауға болатынын айтамын. Өзгеріске, өмірлеріңіздегі өзгеріске үлкен қадамға бепікпен бірге жасаңыздар. Мені тыңдағандарыңызға, зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет. Рахмет, Ләззат. Күшті ақпарат алдық. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Рахмет, Ләззат ханым. Ишарық, Ләззат, өте жақсы, тамаша болды. Тамаша. Тамаша, жақсы аха. Нәтижелер вообще күшті болды, әсіресе мына Қырғызстаннікі. Бір сарында өтті ғой, прям те. Тамаша. Аха. Заслушалась прям. Мгм. Отырып. Тамаша болды. Мгм. Рахмет, өте күшті болды. Рахмет, Ләззат. Керемет сон болды. Керемет сон. Сіздерге де рахмет. Ал шуылдаңыздар. Үйге қайтқымыз келмейді. Үйлеріне қайтқысы келмей отыр барлығына. Күшті болды. Күшті. Барлығы ораза ұстаймын деп шаршап қалған ғой деймін біздің серіктестер. Ешкім демейді. Рахмет. Өте керемет болды. Вот, мұны Саягүл қатып. Саягүл күшті болды. Күшті, прям нәтижелерімен бөліскен серіктестерге вообще молодец. Вот всегда біз осы компанияның осы өнімдеріне сеніп жүруіміз керек қой. Қаншама результатты тыңдаған кезде прямо хочется, не знаю, на 7-м небе летать еткім келеді, прямо. Адамдарға жеткізгім келеді, прям алса екен, осы денсаулықтарын реттесе екен деп, осы прямо, білмеймін енді, неткім келіп кетеді, прямо. Молодец, Ләззат, молодец. Вообще күшті болды. Саягүл сияқты айқайлап айту керек, Рахмет. Рахмет, Райхан ханым. Серьезно, шынымен айқайлап тұрып айтыңыздар. Өзі айқайлап тұрып айтатындай не ғой, результаттар ғой, айқайлап прям жеткізгім келеді. Бүткіл әлемге жеткізгім келеді. Тринг акцияда ма қазір? Тринг. Соны көріп берейін. Жақсы бағада тұр, бірақ акцияда тұрған жоқ. Акцияда жоқ, е? Акцияда жоқ. Акцияда жоқ. Бірақ өзінің бағасы да әдемі ғой. Акциясыз да бағасы әдемі. Қанша? 28 штук, 54, 56 капсула. Стик дегенім 56 капсула деп болса. Ал жақсы, құрмет серіктестер, келесі кездескенше. Жақсы, сау болыңыздар. Күшті эфир болды. Запись бүгін жасаймыз, құдай қаласа. Ал, қайырлы түн. Қайырлы түн барлықтарыңызға. Тамаша.